Мына не істеп Капиталка вот. Капиталканың бұрын мынаны не істеп ма? Құйып ма? Көріп, проверка Ой, кешегі де вот камера 50 келді бар, 2-5. Капиталка жасайын деп тұрды. Міне, давай капиталға кірсек деп мен мынаны құйып көрейік дегенмін ғой. Құйып көрді да, кешкісін хабарласады. Мен пропуск телендер кетіп қалды, компрессор көтерілді, орында тұрған дірілдейтін бәрі кетіп қалды дейді. Мысалға былай қарасаң, капиталка кетіп қалды. Міне, дәл осылай ойлайтын адамдар бар. Енді қараңыздар, осыны дұрыстап түсініп берейін. Мынаны конкурент көріп отыр да мотористер. Реально мотористтің жұмысы реально поломка. Реально поломканы бұл ретке алмайды. Ал просто задирлер болады, кәдімгі реально задирді, кәдімгідей задирдің орнын жауып компрессия көтеру практикада уже бар, Қазақстанда практикада. Ол ресейлік практикада көп. Задир сенбей жатыр, міне мынандай, міне прям задирге құясың, шамалақта мынандай болып жабады. Әрине мынау ұзақ уақыт сақтай алмайды. Бұдан кейін бортек қойсаң, ұзақ уақыт сақтайды. Енді бұл жерде әңгіме не? Мотористке келіп тұрған 200 мың, 300 мың теңге түсірейін деп тұрған машинаға құясың, міне кетіп қалды, өзімізде практикада болды, ертең звондап сұраймыз. Неге ол келмей жатыр дальше да? Кете берсін. Ойлап қараңыздар. Адам мына металл іздеп жаттамайды. Мотористке келген кезде ол бізден қарап жаттайды. Мотористке келген кезде бұл мотористің өнімі болып есептеледі. Бұл мотористің білімі болып есептеледі. Мотористке ол қиналып кредитке істеп жатыр ғой моторды. Мынаны кредитке алатын адамдар бар оның қасында. Кредитке батайын деп отқан жерінен сен аласында бір волшебный бірдеңені құйдың. Оның аты Нұржан. Адам дәл солай жаттап алады. Енді қараңыздар, солай жаттап алды ма? Мотор 500 мыңның алдын алды ма? Ол қаншама адамға осыны айтып жүреді. Мен моторны капиталға 500 мың, миллион теңге салайын деп тұрған, миллион ғой мысалы нелердің моторында капиталға 800-900 мың салайын деп тұрған жеріне мынаны құйды, кеттім, тағы да 50 мың жүріп тастадым, 100 мың жүріп тастадым, 20 мың, 30 мың жүрдім дейді да. Адамның ойында Нұржан не болып қалады? Мынаның аты есінде емес, адамдар ойланбайды. Мотористен алған кезде бұның атын ойлап жүрмейді. Нұржан волшебник болып қалады. Сөйтіп сен қазақтың қаражатын үнемдеуші боласың. Сөйтіп сен жанашыр боласың. Сөйтіп ол адам мына мотор келмей ақ қойсын, міне орнына басқа мотор келеді. Одан кейін реальный поломка бәрібір келеді. Мынаны құйғаннан кейін 10 машинаға құйсаң, 10 машинаның ең аз мотор 500 мың ғой, полный капиталка. 5 миллион теңге болатын болса, мынаның 10-ы 200 мың теңге. 5 миллионның орнын 200 миллион жабасың. 5 адамның мәселесін шешуі мүмкін. 5 адамдікін шешпесе де 5 адамның мәселесі 2,5 миллионды 100 мың теңгемен шешіп береді. Қазақстан экономикасына пайда бар ма? Бар. Қалған 5-еуі 20 мың теңгеден расходтады, одан кейін капиталка жасай қояды. Бірақ соған жасағанға дейінде шамалы жүретін өмір береді көп жағдайда. Сондықтан бұл конкурент болмайды біріншіден. Екіншіден сіздердің жұмыстарыңызды көбейтпесе, азайтпайды мотористер, уайымдамаңдар.